Мен бүгін таңертең мына видеоны қарап бастадым, және біз ChatGPT-ға сеніп кішкене мүмкін қателіктер жіберген сияқтымыз. Себебі бұл видеода қарасақ, қараңыздар, бұл жерде Connection Request Policy-де Secure Wireless Connection деген арнайы ереже, саясат пайда болады, policy. Ал бізде ондай policy жоқ мына жерде. Қазір қараймыз, міне. Бізде ондай policy жоқ. Сол үшін NPS-ға келіп, осы жерде жаңағы конфигурацияны жасап бастасақ болады. Мысалы, radio server for жаңағы 802.1x wireless wired connection. Осыны конфигурация бастаймыз. Одан кейін мысалы name. Бұл жерде мысалы бізге керегі secure wireless connections. Next. Так, бізде клиенттерді Unify Access Point тұр. Так, қазір не жерде? Так, бізге бұл қажет емес. Unify Access Point, editті қараймыз. Мына жерде қараймыз. Unify Access Point деп қойдым. 802.168.0.1. Бұл жерде пароль дұрыс өткеніне қара сенімдімін. Так. Окей. Next. Мына жерде міне ең басты нәрселердің бірі, бұл жерде конфигурация, яғни автентификация қалай өтеді. Сол жерде Microsoft-тың Protected Enhanced Access протоколын қолданылады. Кішкене конфигура не дейді? Так, протоколмен бірде қолданылатын сертификат табылмай тұр дейді. Оны өзі қазір қолмен жасау керек негізі. Next нүктесін басамыз. Так, мына жерде мынау бізге негізгі мәселенің бірі сияқты. Осыны ChatGPT-ға беріп көрейік, мысалы. Так, authentication method бізде secure password мынанда қалдырсақ болады. Қазір. Так. Конфигура, осы жерде қателік кетіп тұр. Соны түсіріп ChatGPT-ға берейік. Жұмыс үстелі 2 деп сақтаймыз. ChatGPT не дейін көрейік, мысалы мына жерде. Так. Жұмыс үстелі 2-ші сурет. Мүмкін 2-ші нұсқасын таңдай берейін ба дегенде сұрақты қоямыз қазір. Microsoft Protected Жақсы, енді соңғы негізгі проблема қалды. Бұл проблема NPS-та сертификат жоқ, ең жылдам шешім тез. Біз уақытша сертификат жасаймыз. Так, көшірейік. Одан кейін NPS-ті қойдырып қайтадан іске қосу керек. Содан кейін полицияға қайтадан кір. Енді сертификат пайда болу керек дейді. Так, PowerShell-ды көшіріп алайық мына команданы. Мынаны әзірге Java тұрайық. Одан кейін PowerShell-да администратор ретінде ашайық. Достар, енді менде бірінші рет жаңа кеше настройка жасап бірге көру керек болды. Мына жерде міне қараңыз. Біз сервис 1С бірінші lab localда жаңадан өзімізге new self-signed сертификат жасаймыз. Enter нүктесін басамын. Так, кішкене ойлануда, сертификат жасауда. Так, міне жасады. Оның thumbprint деп аталынатын, яғни бұның қолтаңбасы деп айтсақ болады, және оның қай жерде жасалғаны. Енді келесі мәселе осы NPS сервисін тоқтат, одан кейін қайтадан іске қос дейді. Так, тоқтатамыз. Так, invalid, more help the post. Так, мына жерде мынаны көшіріп алайық. ChatGPT бізде қателесіп кеткен түсінікті. Так, мынаны барлығын бере салайық. Copy. Қайтадан кір, одан кейін қайтадан жаса дейді. Қазір көрейік. Жақсы, сертификат жасалды. Кішкентай нюанс, сен сервистің аттында қате жібердің дейді. Бұл жерде IaaS-ты тоқтатуым керек дейді. Не үшін IaaS екенде? Так. Network Policy Server Service Stopping дейді. Тоқтатудамыз. Так, қаншалықты сәтті болатын көрейік. Stop it successfully, сәтті тоқтатылды дейді. Енді
Копи, қайтадан іске қосайық сервисті. Так, network policy server successfully started дейді. Окей. Енді қазір тоқтаттық, қайтадан сертификат таңдау мүмкіндігі сізде болу керек дейді. Енді configure secure wireless network next нүктесін басамыз, unify access point. Так, бұл жерде пароль есімнен шығып қалды, тест 123 болу керек, бірақ ол өзгермеді. Next нүктесін басамыз, аутентификация PAP, configure, міне сертификат таңдау енді мүмкіндігі шықты. Так, сервер IDNS 1, lab local, оны кім беріп тұр? Яғни біздің root сервер, өзіміздің локалды сервер. Бұл жерде secure password, так, IAP MS CHAP version 2 қолданылады. Ішінде, так, мына жерде демек бізге енді жақсы сертификат PAP-ты пайдалану мүмкіндігі пайда болды. Групптарды әзірге қоспай-ақ қоямыз, менімше. Так, next нүктесін басамыз. Traffic configuration бізге қажет емес. Next, finish. Енді connection request policy, міне secure wireless connection пайда болды бізде. Одан кейін, так, secure wireless connection мына жерде енді пайда болды. Кешегі Wi-Fi полиция мына жерде астында тұр. Жарайды, осы бірінші мынаны өзгертіп көрейік, міне. Secure wireless connection policy enabled. Grant access, бізге property ignore user account так, grant access қалдырайық. Одан кейін conditions бізде NAS port type дейді, wireless немесе басқаша 802.11 Wi-Fi қосылымдар болса болды. Так, аутентификация метод бізде тұр. Енді conditions осы жерде. Так, мына жерде кішкене осы видео сабақтың жаңағы берген ақпаратын қарастырайық. Бұл жерде, мына жерде мына қыз міне қызықты. Так, тұр. Екіншіге кіресін. Так, мына жерде. Біздің user группаларды қосуымыз керек. Түсінікті. Осы жерде енді группаны қосуымыз керек. Бұл жерде user groups and біз жерде группаларды таңдаймыз. Бізде олардың барлығы группалар тест user болатын, бірақ біреуі radius болатын. Чекнейміз жасайық, radius user group. Одан кейін екіншісі PIC меді, қазір көреміз, жоқ, PIC емес еді, екіншісін қазір қараймыз. Так, PIC. Так, big, окей. Так, more than one object is selected, only one object can be returned, remove extra objects press, окей. Так, жарайды, бірінші radius группты қосып жіберейік, чекнейміз, окей. Енді тағы да біреуін қосамыз, BIC, чекнейміз, окей. Так, екі группаны қостық, окей. User groups lab, radius, немесе lab big. Так, apply. Так, constraints қалады. Settings, conditions, apply. Окей. Енді былай жасаймыз. Енді wireless Windows 11 машинасына келеміз. Так. Так, машина кішкене бұлттанып қалған сияқты, қазір ашылады. Так, бұл жерде апдейт болып жатыр ма, не болып жатыр, кішкене ойланып кетті. Так, Windows 11 машинасы қосылмайым дейді. Жарайды, қазір қосылатынына сендімін. Бірақ біз мына жерден де қосылып тексеріп көрсек болады. Так. Жарайды, бірінші осы жерден бір қызық үшін тексеріп көрейік. Мысалы, біздің қолданушылардың бірі test user. Так, lab local.
паролі тест 1-2-3 деп белгі болатын. Окей нүктесін басамыз. Так, если у нас же здесь сеть Wi-Fi, можете подключать к ним. В этом случае это может другая сеть с таким же не показать сегодня сертификата. Так, кішкене сертификат енді self-signed болды. Бұл жерде өзімізге сертификат тағайындап алдық. Сертификат authority бұл жерде сенімді үшінші тараптық емес. Бірақ біз оған сенеміз. Себебі біздің локальный сетьте, окей нүктесін басамыз. Home Wi-Fi, так, қосылу процесі жүруде. Проверка трафикной сети дейді. Сешено. Так. Қосылу кішкене уақыт алды. Тағы да қате шығарам екен. Так. Подключение өтті. Бірақ интернетке соединение жоқ дейді. Бірақ қазір бұл жерде интернетте пайда болатынына сенімдімін. Себебі біздің жаңағы Unify'дың access point'ы кішкене ойланып барып жасауда. Так, мені мына Windows 11 машинасы кішкене жыныма тиіп тұр, шынымды айтсам. Так, неге бұл қара экран болып қосылмай жатыр? Так, бұл машинені қазір күштеп рестарт жасап жүреміз. Так, бізде міне көріп отқандарда Home Wi-Fi, Unify радиус подключение жасалды, және ол сәтті өтті. Енді достар, кеше түнде байқаған болсаңыздар, мен кішкене ChatGPT-ға сеніп, мына жерде настройканы дұрыс жұмыс жасамадым. Бірақ бізде YouTube-тан осы адамдардың жасаған, әрине түсінікті, көп оқып, өзіміз кітаптан документация немесе YouTube осылай бір кісілер жаңағыдай дұрыс жасаған нұсқаларын қарасақ, тез шешуге мүмкіндік болады. Енді мына жерде sleep-қа кетіп қалды, рестартқа емес. Бірақ бұл да қосылатынына сенімдім. Яғни бұл жерде біз мәселені шештік. Біздің аутентификация сәтті өтті. Бірақтан бұл жерде қате негізі түбінде болды. Бұл жерде ChatGPT-ға сенудің қаншалықты қате екені және құжаттаманы оқудың маңыздылығы. Жарайды, бұл жерде осылай енді ұзақ болса да шешу мәселесін қарастырдық, шештік. Жарайды, бұл жерден ChatGPT-ға ешнәрсе айтпай қояйық, бірақ келесі басқа жаңағы Linux пен FreeRadio соларды қазір қарастырамыз тағы да. Так. Енді соңғы компьютерді де тексере салайық. Мына жерде 14 минут шамасында сабақ, 15 минут шамасында тест user. Пароль енгіземіз. Windows 11-дің жаңағы графикалық сұранысы жоғарылаған сайын кішкене компьютер әлсіз болса зависать етеді. Нашар ноутбук немесе ескі құрылғыға қосу кезінде проблема бар. Так, виртуалды машина, removal devices. Блинкті осы жаққа қос дейміз. Окей. Так, Wi-Fi сеть пайда болды. Енді так. Так, мына жерге данныйларды енгіземіз. Тест user, мысалы, тест user'дің өзін енгізе берейік. Енді lab, local, пароль, тест, 1-2-3, окей. Так, сертификаттың сенім жоқ дейді, бірақ біз қосыла береміз. Connection, checking network requirements. Так.
Енді бұл жерде қауіпсіздік қосылған кезде ол жерде жаңағы YAP, яғни Enhanced Authentication Protocol, бұл жерде трафикті шифрлайды, сондықтан кішкене қауіпсіздік саласынан, яғни осындай баяулау пайда болуы мүмкін, қосымша жүктеме. Сондықтан біздің құрылғылар жаңағы Wi-Fi.доступ, сонымен қатар жалпы инфраструктурадағы switch, коммутатор, оның барлығы жоғары деңгейде болу керек. Байланыс 1 гигабит секунд, одан жоғары. Яғни осындай жылдам жұмыс жасау үшін. Қазір интернет жоқ деп тұр, бірақ бұл жерде шамалдан кейін интернет пайда болатынына сенімдімін, яғни байланыс өтті. Так, қазір көреміз. Так, no интернет дейді, бұл шамал ойланады. Біздің access point қазір біраздан кейін интернетті береді. Енді ChatGPT-ға бірден қателігімізді көрсетіп кетейік. Өзімізге де бір қорытындылау үшін мына жерде міне connection request policy-ді біз жасамаған екенбіз. Осы жерде self-service сертификат болмады. Connection request policy. Бізде конфигурация жасау барысында сертификатында болмағанын айта кету керек. Так, мына жерде енді бізде жасады. Бізде мәселе NPS бастапқы конфигурацияда. Конфигурация болды. Бізде тіпті сертификатта болмаған екен дей салайын. Керемет, дәл осылай. Сен нақты enterprise проблемасы ол өзің шештің. Қысқаша қорытында сен не істедің? Active Directory-ді көтердің, NPS орнаттың, Unify мен радиусты байланыстырдың, сертификат мәселесін шештің. 802.1 Wi-Fi-ді іске қостың. Ең маңызды түсінік. NPS және жалпы радиус сертификатсыз PIAP жұмыс істемейді. Policy match болмаса silent reject, яғни біздің енгізген саясаттарымыздағы тексерулердің барлығы сәйкес келмесе, онда ол жерде үнсіз түрде бізге мына жерде полисилар сәйкес келмесе, онда үнсіз түрде отказ жасап жібереді дейді. Жаңағы так, мына жерде кішкене тағы бір көрейік, интернет пайда болды ма? Енді интернет пайда болмай жатқан себебі мына жерде бізде виртуалды машина, содан да болуы мүмкін, бірақ біздің жаңағы ең басты негізгі физикалық лаптопымызда мына жерде міне подключено, защищено, яғни мен сетьті өшіретін болсам, интернет Wi-Fi арқылы жұмыс істейді негізі. NAS type дұрыс болмаса, request ignored. Бұл нағыз real world trouble. Сен қазір қандай деңгейдесің? Бұл енді жай үй Wi-Fi емес, Enterprise Network Access Control болды. Яғни Cisco ICE Aruba ClayPass логикасын түсіндің дейді. Келесі қадам өте күшті болады. Таңда. Бұл жерде Wired 802.1 Cisco switch-на порт аутентикация, MAB fallback, VLAN assignment жасасақ, бұл да Enterprise Core дейді. Ол жерге радиусқа VLAN assignment жасасақ болады. Мысалы, ішке кіретін жаңағы біздің Enterprise қолданушылар немесе guest user пользователер. Сертификат бұл толық дұрыс жұмыс жасау болынады. Яғни Active Directory, Certificate Services, бұл жерде ешқандай езгертулер шықпайды. Жаңағы. Сосын продакшнға дайын болады. Free Radio сол Ubuntu, бұл жерде ClearPass-тың жаңағы Aruba-ның жоғары деңгейінің логикасы болады. Қаласан келесі лапты беремін дейді. Жақсы. Олай болса үзіліс жасайық осы жерден. Келесі лабымызда біздің ChatGPT мен troubleshooting жасап, лайв жаңағыдай онлайн жүргізгендіктен ол да ұзақ болатынына сенімдімін. Бұл сабақ пайдалы болса лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын.